Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын жұмсақ пиццаның рецептімен бөлісемін. Бұл пиццаны жегеннен соң мен сіздерге сенімді түрде айтар едім, көшедегі пиццаларды жегіңіз келмей қалады. Міндетті түрде лайктарыңызды басып, каналдың дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен жұмысымызды жылы сүтімізді осылай қамыр илеуге арналған ыдысымызға салып, 1 шай қасық тұз және 1 ас қасықтай шекер салатын боламыз. 1 ас қасық ашытқы және де 2 ас қасықтай сұйық май салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ашытқымызды ерітіп алуымыз қажет. Сүт қол күймейтіндей болуы қажет, міндетті түрде мән беріңіздер. Содан соң ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз аса қатты болмауы қажет, көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік жұмсақ қамыр болуы қажет. Ендеше қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп шығуы қажет. Бұл жерде мен бір ғана үлкен көлемде шығатын пиццаның мөлшерін көрсеттім. Қалауыңызға қарай осы мөлшерді 2 есе көбейтіп, 2 үлкен пицца әзірлеулеріңізге болады. Әрине, төменде сіздерге пиццаның формасын, яғни қандай үлкендікте болып шыққанын жазып кететін боламын. Қамырды илеу барысында сүтіміз қол күймейтіндей болуына мән беріңіздер, себебі біздің ашытқымыз ыстық суға салған кезде күйіп қалуы мүмкін. Сол себепті ол ешқандай да көтеріліп шықпайтын болады. Бұл пиццаны мен өте қарапайым тәсілмен жай ғана томат пастасын жағу арқылы жасадым. Қалауларыңызға қарай арнайы соусын әзірлесеңіздер де болады. Оны да айта кетейін. 1 ас қасық сары майды ерітіп, үстінен 1 ас қасық томат және 3 ас қасықтай су араластырып, қалаған дәмдеуіштеріңізді салып, бетіне жағып, пиццаны әзірлеулеріңізге болады. Екеуінің де дәмі өте дәмді болып шығады. Және де шанышқымен дәл осылай беткі жағын тескілеп аламыз. Бұл біздің пиццамыз аса қатты көтеріліп кетпес үшін. Қалауыңызға қарай барлығымыз білетін Три желанияның лечо деп аталатын арнайы соусы бар. Дәл соны қолдансаңыздар да өте дәмді болып шығады. Барлық жеріне біркелкі жағып алды. Қызанақ пастасын ендеше күштен өткізілген моцарелла сырын қолданатын боламыз. Қалауыңызға қарай сологони деп аталатын сырды да қолдануларыңызға болады. Ол да өте дәмді болып шығады. Және де пиццаға арналған сырларды қолдана берулеріңізге болады. Қалған түрдегі шұжық не болмаса қайнатып алынған тауықтың төс етін осылай бетіне теріп алсаңыздар болады, яғни сырдың бетіне. Және де помидорды осылай пластинка етіп турап қойып шығатын боласыздар. Қалауыңызға қарай көбейтіп отыруларыңызға болады мөлшерін. Алдын ала қыздырып алынған 190-200 градуста пешімізге 10-15 минут, 25 минутта пісіріп аламыз. Әрине, әркімнің пеш арқылы пісіріледі. Пиццаның піскенінің бірден бір белгісі бетіндегі сыры еріп, бетіндегі сыры қызара бастайды. Бұл видеода сіздерге 2 түрлі пицца әзірлеп көрсеттім, бірақ та бұл төменде көрсетілген мөлшерден тек қана бір ғана пицца, үлкен көлемдегі пиццаның қамырына жететін мөлшерді жазып кеттім. Егер 2 пицца әзірлейтін болсаңыздар, дәл осы төменде көрсетілген рецепті, яғни мөлшерлерді 2 есе көбейтесіздер. Сіз дәл осы рецептпен бұл пиццаны әзірлеп дәмін көретін болсаңыз, ендігәрі көшеден пицца алып жегіңіз келмей қалады. Мен сізге сенімді түрде айтамын, бұл пиццаның қамыры сізге өте қатты ұнайтын болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Себебі көшедегі пиццаларды эконом жасаймыз деп, көбіне қамырларын жұқа етіп жасайды, көп сауда орындарында сондай. Ендеше сіздер дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Өте жұмсақ, нәзік, балғын болып шығатын болады. Сіздерге қалай жұмсақ болып шыққанını көрсету үшін дәл осылай қамырды жақыннан алып көрсеттім. Көріп тұрғандарыңыздай өте қатты жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап жақындарыңызды, балаларыңызды қуантыңыздар. Балаларға да жегенге өте жұмсақ болып келетін болады. Екінші пиццамызды да дәл осы қамырды жасаған рецепт бойынша жасаған болатынмын. Тек қана бұл пиццаны 2-3 күннен кейін әзірлеген болатынмын. Яғни бұл видео бірден 2 пиццаны жасап түсірілмеген, 1-2 күннен кейін барып жасаған болатынмын. Дәл осылай қамырымызды жайып алды. Көріп тұрғандарыңыздай үстінен зәйтүн майын жағатын боламыз. Қалауыңызға қарай пісте майын жағуларыңызға да болады.
Бұл біздің пиццамыздың сочно болып шығуы үшін көмектесетін болады. Ендеше тағы да томат пастасын қолдандым. Менде алдын ала айтып өткендей, арнайы соус дайындаған жоқпын. Соусты әзірлеу үшін менде аса қатты көп уақыт болмағандықтан дәл осылай томат пастасымен көбіне осылай жасаймын мен. Помидорымызды тереміз, содан соң барып сосиска не болмаса қалаған түрдегі шұжықты салып жасай берулеріңізге болады. Болгар бұрышы және де шампиньон салдым мен. Және де пиццаның бетіне салуға болатын начинкалар жайында айта кетсем, фаршты қуырып салуларыңызға болады. Ешқандай пиясыз, жай ғана майға қуырасыздар. Шала пісуі қажет. Содан соң барып тағы бір начинка айта кетейін. Тауықтың етін қайнатып алып, содан соң ұсақтап турап аласыздар. Бетіне жарты қасықтай паприка және де қара бұрыш, тұз, сұйық май саласыздар. Араластырып сковородкада 1-2 минуттай қуырып жібересіздер. Соны дәл осылай пиццаның бетіне сеуіп, бетінен сыр себетін боласыздар. Қалыңызға қарай шампиньон қоса берсеңіздер болады, және де болгар бұрыштарын. Мінекей біздің екінші пиццамыз да дәл осылай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қалаған начинкамен жасай берулеріңізге болады. Әрине балалардың тәбетіне қарай жасадым мен. Сонымен біздің жұмсақ пиццаларымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды аямай кетсеңіздер, өте қатты қуанған болар едім. Міндетті түрде төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.